Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай балалар? Мынандай бір есеп қарастырайық. Радиусы бір спиралық түрдегі ыдыс П1 қысымда газбен толтырылған, ал радиусы екі басқа ыдыста вакуум. Ыдыстардың көлемін елемеуге болатындай трубкамен қосқан. Оларды қосқан екен ыдыстарда қандай қысым орнайды дейді. Енді бұл жерде балалар газ бір күйден екінші күйге өтіп тұр. Екінші күйге өтсе де бұлардың температурасы тұрақты. Сондықтан біз бойл-марио теңдеуін жазуымыз қажет. Ол үшін балалар, сіздерге түсінікті болу үшін алдымен менделік Клапейрон теңдеуін жазып алайық. ПВ тең болады М бөлінген М Т. Жерде Т тұрақты. Т тұрақты болса балалар, онда бізде екінші ыдысқа қойылған кезде де газдың массасы өзгермейді. Яғни бұл жақта теңдіктің оң жағы бәрі тұрақты болып тұр, констант болып тұр. Сонымен бұл жерде Т тең констант. Біз қойық сіздерге түсінікті болу үшін бірінші теңдеу болсын, мынау екінші теңдеу болсын. Сонда енді екі күй үшін жазайық онда балалар. П1 тең болады констант болсын. Үшінші теңдеу. Енді балаларына сұлба қарап П2 жазайық балалар. П2 бұл жерде екі ыдыстың көлемін алып тұр, балалар. В1 плюс В2 тең констант болады. Бұл біздің 4. 3 пен 4-ті теңестірейік балалар. Жаз қойық балалар. 3 пен 4-ті теңестіреміз. Теңдіктің оң жағы тең, сол жағы да тең деген сөз. Яғни П2 В2 қосу В1 тең болады П1 В1. Біздің 5-ші теңдеу. Үшеден балалар П2 нүктеп шығарып алуымызға болады ғой. П2 тең болады П1 бөлінген В1 қосу В2. Енді балалар, бұл жерде ыдысымыз шар тәріздес ыдыс берген, сондықтан шардың көлемін есептеп шығарамыз. Радиусы бар. Шардың көлемін білеміз. 3-4 пи R1-дің кубы. Екінші ыдыстың көлемін анықтап алайық балалар. В2 ол да 3-4 пи R2 бар, R2-нің кубы болады сонда. Өзен 8. 7 мен 8 6-ға қойық деп жазайық балалар. 7 мен 8-ді 6-ға қоямыз. Сонымен балалар П1 П2 балалар. П2 тең болады П1 В1-іміз 3-4 пи R1-дің кубы. Жақшаның ішінде 3-4 пи R1-дің кубы қосу 3-4 пи R2-нің кубы. Жақшаның сыртына П1-дің өзін жаза тұрайық қазірше. 3-4 пи R1-дің кубы. Жақшаның сыртына балар 3-4 пиді шығарып қойық. Сонда R1-дің кубы қосу R2-нің кубы қалды. Біздің 13 теңдеу болсын. Үшеден біраз қысамда жерек балар. 3-4 пи мен 3-4 пи қысқарып кетсін. Сонда қалды бізде П2. Сонда қалды П2 тең болады П1 R1-дің кубы бөлінген R1-дің кубы қосу R2-нің кубы деген осындай формуламыз шықты. Біздің 10-шы теңдеу болды. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.